Қайырлы күн, қадірменді оқырмандар. Парасат орталығы адалдық алаңы жобасы аясында сыбайлас жемқорлық және қоғам тақырыбындағы шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазіргі таңдағы мәселелердің бірі қоғамдағы сыбайлас жемқорлық. Осы келеңсіз құбылыстың үдеп бара жатқаны, ұрпақ тәрбиесіне зиян әкелетіні бәрімізді алаңдатады. Бұл мәселеге тереңірек үңілетін болсақ, сыбайлас жемқорлық ел болашағына, ұлттық қауіпсіздікке үлкен зиян тигізеді. Яғни осы келеңсіз құбылыспен күресу барша халықтың алдында тұрған ортақ мәселе екені анық. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп, қара қылды қақ жарып, турасын айтып, әділдікке жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел болып, еңсесі биік дамыған мемлекеттердің қатарына қосылып жатқан шақта, сол адами қалып парасат биігінен көрінуге тиіспіз. Қазіргі кезде баршаңызға белгілі, сыбайлас жемқорлық әлемнің кез келген елінде, оның ішінде саяси дамуына байланыссыз, оның ішінде Қазақстанда әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді. Ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік экономикалық даму үрдісін, нарықтық экономиканың құруын, инвестициялар тарту процесін тежейді. Сыбайлас жемқорлықтың қоғамда тек зиянын тигізіп қоймай, сонымен бірге оң нәтижеге жеткізбейтінін естен шығармауымыз керек. Өйткені сыбайлас жемқорлық тәсілінде параны көбірек беруші ғана жеңіске жетеді. Бір қорқыныштысы, сыбайлас жемқорлықпен айналысу ол тұлға мен оның жақындарының сана сезіміне залал келтіріп, дүние танымдарын бұзады. Барлықтарыңызды осы сыбайлас жемқорлықпен күресуге шақырамын. Қазіргі таңда ең белең алып тұрған мәселелердің бірі ол сыбайлас жемқорлық. Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін әр адам алдымен өзіне бастау керек, жұмысына адал болу керек, пара алмау керек, пара бермеу керек деп ойлаймын. Сонымен қатар қоғамдағы мысалы халықтарға түсіндіру жұмыстарын көбірек жүргізсе, сонда біздің елімізде сыбайлас жемқорлық түбегейлі тамырымен жойылады деп ойлаймын. Мен енді өзімнің салаға қатысты айтайын. Біз бала тәрбиесінде, балаларды оқыту барысында экономикалық тәрбие береміз, сабақ барысында да, сыныптан тыс жұмыстарда да. Мен ойлаймын, жаңағы жемқорлықпен күресудің шаралары жалпы жұртшылықтың құқықтық сауаттылығын көтеруіміз керек, осы құқықтық мәдениетін көтеруіміз керек, және ең бастысы мемлекетке деген адал қызмет ету қағидатын есепке ала отырып, адал қызмет етуге жас ұрпақты тәрбиелеуіміз керек. Енді ол жемқорлық жегі құрт дейді, бір күнде жойыла салатын мәселе емес, ол сонау кеңес үкіметінен келе жатыр десек те болады. Одан кейін осы 30 жылдық тарихымызда да белең алып, экономикамыздың төмендеуіне тікелей осы жемқорлық қазіргі кезде себепші болып отыр. Біз сабақ барысында, сыныптан тыс жұмыстарда балаларға осыны мысалға ала отырып, болашақта мемлекетке адал қызмет ету жаңағы мәселелерін өте қатты қазір көтеріп жүрміз. Енді болашақтан үміт күтеміз деп ойлаймыз. Біздің адал ұрпақтарымыз болашақта осы Қазақстан экономикасының дамуына атсалысады деп ойлаймын. Осы қазіргі таңда қоғамда ең өзекті мәселенің бірі сыбайлас жемқорлық болып тұрғанын білесіз ғой? Білеміз. Енді осыған байланысты сіздің ойыңызды білейік деп едік. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағы бүткіл бәрі біледі. Сыбайлас жемқорлық пара бермеу керек, пара алмау керек, жаңағындай адамдармен қоян қолтық жұмыс жасап, жаңағындай енді шаралар жүргізу керек қой. Адал еңбек ету керек. Адал еңбек ету керек. Рахмет.